Барлықтарыңызға қайырлы күн, сіздермен криптобазар. Алдыңғы видеода бізде криптовалюта новичоктарының бірінші часты болды. Бұл екінші часты. Бірінші частында біз не айттық? Бірінші частын осы видеодан көрсеңіздер болады, алдыңғы видеодан. Бірінші частында біз криптоны қалай сатып алып, қалай сатуға болатын, және де біздің каспиімізден қалай финансқа, кез келген биржаға P2P арқылы ақша қалай толтыруға болатын, және де ақша қалай шығаруға болатын. Одан кейін біз сауданың түрлері жайлы айттық, яғни спот, фьючерс, кросс-маржа деген сияқты. Ал бүгін бізде психологиялық моменттер, яғни сіз келдіңіз, барлығын білесіз, енді қалай дұрыс актив таңдау керек, неге мән беру керек деген сияқты нәрселерді өзімнің ойыммен айтып түсіндіріп шығуға тырысатын боламын. Енді әрине бұл видео ұнайтын болса міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, қоңырауын басып ұмытпаңыздар. Ең бірінші қараңыздар, сіздер рынокқа келдіңіздер. Бізде ең бірінші, ең ұзақ созылатын екі фаза бар. Ол накопление және де распределение. Накопление деген ол не? Накопление деген үлкен ойыншылар осы біз таңдаған активті сатып алатын уақыт, яғни бұл накопление әрине ең төменгі зона нүктелердің бірінде болады, ал распределение ең жоғарғы нүктелердің бірінде болады. Мысалы қараңыздар, бізде распределение көргендеріңізде 2021 жылы биткоинда осы жерлерде болды, яғни ол 61 мың мен 50 мың доллар мен 60 мың доллардың арасында болды. Распределение болған кезде бізде үлкен ойыншылар, яғни өздерінің ақшаларын рыноктан шығарады, яғни биткоинді сатады, түсініктілмей айтқан кезде. Ол кезде распределениеда өте қатты шум болады, яғни эйфория болады. Мысалға, барлығы жерде, Инстаграм болсын, TikTok болсын, Twitter болсын, барлық жерде биткоин болашақ, биткоин миллион доллар болады, биткоинді, мысалы, Эквадор сатып алды, Grayscale биткоин сатып алып жатыр деген сияқты өте қатты шум болады, яғни біз секілді талпаны рынокқа кіргізу үшін, яғни біз сатып алған кезде олар бізге просто сатады. Көргендеріңіздей, осы аймақтарда олар өздерінің долларларын бұл активтен шығарады, былайша айтқан кезде. Одан кейін әрине бұл актив құлайды. Көргендеріңіздей, биткоин осы 16 мың долларға дейін түсті. Ең төменгі нүктесі 16 мың долларға дейін түсті дейік. Түсіп жатқан кезде де әлі де засаживать етеді адамдарды, яғни рынокқа кіргізеді. Бұл жай ғана коррекция, міндетті түрде болашақта биткоин өседі деген сияқты нәрселер өте көп болады. Ал накоплениеда ондай әңгімелердің ешқайсысы болмайды. Керісінше, накоплениеда бұл скам, крипто деген пирамида, криптоның барлығы пирамида, биткоин пирамида, ешқандай алтын емес деген сияқты әңгімелер болады. Яғни сіз осы нүктелерден биткоинді сатып алатын болсаңыз, сіз осы нүктелерде биткоинді сатуға мәжбүрлейді сізді. Түсініктілмей айтқан кезде неге? Себебі сіз айналаңыздың барлығынан биткоин скам, биткоин пирамида деген сияқты әңгімелерді естисіз. Сол себепті сіз әрине биткоинді сатуға мәжбүр боласыз. Одан бөлек, сіз ол әңгімелерге сенбеген күннің өзінде өте ұзақ уақыт бойы болады накопление деген. Көргендеріңізде 2022 жылдың мысалы жазынан бастап 2023 жылдың бір жыл болған соңғы накопление. Әрине бір жыл немесе 2 жыл бойы актив, сіз сатып алған актив бір зонадан, яғни бір зонада сатылып тұра беруі мүмкін өте ұзақ уақыт бойы. Себебі біз сияқты талпа асықпай сатады. Әрине, мысалы, біз сатқымыз келмейді, осы жерде жүре береді, бізге кейін ақша керек болады өмірімізге деген сияқты. Мүмкін басқа нәрсемен айналысқыңыз келіп қалады болашақта. Сол кезде сіз сатуға мәжбүр боласыз. Яғни сіз сатқан кезде олар просто үлкен ойыншылар. Әрине осы жерде накоплениеда активті жинап отырады өздеріне. Одан кейін биткоин, как всегда, дәл осылай ары қарай жалғасады. Яғни биткоин одан кейін өседі. Биткоин ғана емес, кез келген монета деп алайық. Одан кейін зонаны распределение болған кезде қайтадан дәл солай эйфория, шум, барлығы болады. Сіз дәл осы нәрсені бірінші түсінуіңіз керек. Енді қараңыздар, біз зона накопление мен распределениені түсіндік деп ойлаймын. Енді біз қалай дұрыс сатып алуымыз керек. Мысалға, қазір мен 200 доллар бар деп елестетейік, мен эфирді сатып аламын деп шештім. Себебі эфирде шынымен де мен көріп тұрмын, распределение әлі болмағанын. Накопление біз қараймыз. Накопление бізде, примерно осы жерлерде деп алайық. Көргендеріңізде накопление бізде осы жерлерде, әрине накоплениядан төменде түскен баға.
осы жерде үлкен игроктар біздің эфирімізді накапливать етті деген кезде распределение бізде қай точкаларда болуы мүмкін. Әрине үлкен игроктар білесіздер, мың мың жарым мен 2 мың доллардың арасында сатып алатын болса, 3 мың доллардан мен сатады деп ойламаймын. Себебі өте аз, менің ойымша, эфирді 10 мың 15 мың долларға дейін апаруы мүмкін. Мен солай ойладым деп алайық. Мүмкін олай болмауы да мүмкін. Себебі рынокта білесіздер, әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Рынок өте рискованный. Біздің ойымызша барлық нәрсе болмауы мүмкін. Яғни накопление болсын, распределение болсын. Мысалы біз накопление деп ойлаған жердің өзінде ол накопление емес, керісінше распределение болып шығуы мүмкін. Яғни үлкен игроктар бұл активтен шынымен де құтылып, бұл актив ары қарай өспеуі мүмкін, тек қана төменге қарай кетуі мүмкін. Бірақ мен эфирге сенемін, эфирді мысалы мен сатып алғым келеді деп санаймыз 200 долларға. Мен не істеймін? Мен ең бірінші осы жерде 3 мың доллардан мен мысалға 50 долларға сатып аламын эфирді. Бір сатып аламын. Эфир ары қарай өсетін болса, мен әрине сатпаймын. Эфир менде 50 долларға қалады. Ал төмен қарай құлайтын болса, мен эфир 1500 долларға кеткенде екінші рет тағы да 50 долларға сатып аламын. Әрине эфир тағы да құлайтын болса 1000 долларға, мен сол кезде тағы үшінші рет сатып аламын. Яғни мен көргендеріңіздей 150 долларға эфирге кірдім. Әрқайсысы әртүрлі точкадан. Ал енді менің орта бағам, мен 3000 долларда бір сатып алдым, 1500 долларда бір сатып алдым, 1000 долларда бір сатып алдым. Орта бағам менің 1700 доллар болады. Яғни эфирді мен 1700 доллардан 150 долларға сатып алған боламын. Енді қараңыздар. Енді қалай жасаймыз? Мысалға эфир осы жерде көп уақыт бойы сауда жасалып тұрды. Біз жай ғана күтіп отырмыз, себебі біз көп ақша сатып алған жоқпыз. Біздің рынокқа кірген бағамыз өте жақсы. Рынок әрине бізде эфир қайтадан өсетін болса, біз уже эфир 3200 долларға жеткен кезде біз өзіміздің салған ақшамызды шығарып ала аламыз. Яғни менің бағам эфирге кірген 1700 доллар болатын болса, эфир 3400 доллар болған кезде мен 50%-ын сатып, өзімнің 150 долларымды қайтарып аламын. Ал ары қарай өсетін болса, уже менде көргендеріңіздей нөлмен қалғаны чисто таза пайда болады. Ал қайтадан құлайтын болса, мен дәл солай қайтадан сатып аламын. Яғни 150 долларға, 50 долларға, тағы да төмен құлайтын болса, тағы да 50 долларға. Көргендеріңіздей, сол кезде біз бұл активті дұрыс жинаған болып саналамыз. Яғни біз барлығы мысалға дәл қазір 3000 долларда мысалға барлық ақшамызды кіріп, эфир қайтадан құлайтын болса, біз не эфирді сатып ала алмаймыз, не сата алмаймыз. Былайша айтқан кезде жай ғана қарап қалмаймыз сол кезде. Яғни ең дұрыс нәрсе сатып алған кезде ол частично сатып алған дұрыс, яғни бөлек-бөлек сатып алған дұрыс. Кез келген монетада дәл солай. Мысалға Starknet-те дәл осылай. Мысалы қазір бізде накопление ғана көріп тұрмын мен. Бұл жерде менің ойымша 100% накопление деп санаймын. Яғни әрине актив қайтадан құлауы мүмкін, бірақ ұзақ уақытқа емес. Яғни тез осы орынға қайтып келеді. Осы орыннан шығу мүмкін, бірақ қайтадан осы жерге келеді. Яғни 2-3 рет бізде накоплениядан шығу мүмкін, бірақ күндердің күнінде менің ойымша распределение бізде яғни 5-6 долларға дейін бару мүмкін деп айта салсам да, Starknet емес қой, Starknet екен. Қараңыздар. Мысалға, примерно 3 доллар деп алайық. 3 доллардан мысалы бізде Starknet-те распределение болуы мүмкін. Енді көргендеріңізде дәл осылай, бізде көргендеріңізде зона накопления, біз дәл қазір мысалы 50 долларға сатып алсақ болады, қайтадан түссе, қайтадан 50 долларға сатып аламыз осы жерлерде деген сияқты. Бізде орта баға сол кезде дұрыс болады, және де біз рыноктан өзіміздің ақшамызды кішкене, біздің кірген активіміз кішкене өсім көрсететін болса, біз сол кезде ешқандай қорқынышсыз рыноктан ақшамызды шығарып ала аламыз. Бірақ әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Мысалға, дәл қазір барлық СНГ, мысалы СНГ-ның инвесторлары біз секілді майда-шүйда, олардың барлығы Starknet, ZK деген сияқты монеталарға қатты ұрынды. Ол неден болды? Енді қараңыздар, бұл жерде шынымен де өте қатты манипуляция. Біз қалай, мысалы, қалай біз Starknet-терді 2 доллардан, 1,5 доллардан, 1 доллардан сатып алдық. Мен мысалы өзім шынымен де 1,7 доллардан сатып алдым деп ойлаймын. Ең биік баға мен сатып алған. Ол қалай болды? Қараңыздар. Мысалы, биткоин Starknet пайда болған кезде
Старкнетті ашамыз қазір. Старкнет шыққан кезде мысалы 2024 жылдың февраль айы деп аламыз. Ол кезде биткоин көргендеріңіздей өзінің накоплениясынан шығып, февраль айы міне 44 мың 45 мың доллар болған. Яғни көргендеріңіздей биткоин өте жақсы өсіп келе жатқан болатын. Сол кезде бізде как раз Starknet, оптимизм, арбитрум деген сияқты монеталар өте қатты шығып бастады. Сол кезде барлығымыз ойладық, уже альтсезон, яғни барлық монеталар өте жақсы өседі деп. Әрине Starknet сол кезде LEK-лердің арасындағы ең хайпы жоғары болды. Одан бөлек Zeki де хайпы өте мықты болды. Сол кездерде біз шынымен де ұрындық. Себебі қараңыздар, алдыңғы альтсезонда қалай болған. Мысалы мен дотты ашып көрсетем. Polkadot деген монета. Қараңыздар, Polkadot та алдыңғы альтсезон басталып жатқан кезде шықты. Көргендеріңіздей, Polkadot басында шыққан кезде $1 ба, $1 немесе $1,5 шықты. Сөйтіп 40 долларға дейін өсті көргендеріңіздей. Мысалы қарайық, алайық. Бір-біріне ұқсас негізі көргендеріңіздей 14x. Ең төменгі ценасы емес, даже ең төменгі ценасы, 20x деп алайық. Көргендеріңіздей Polkadot листингке шықты. Дәл сол кезде биткоинда қатты өсіп келе жатқан, рынокта шынымен де эйфория енді басталып келе жатқан кез. Solana болсын, Terra Luna болсын, барлығы листингке дәл альтсезонның алдында шықты. Бізде дәл мен өзім сондай жағдай болуы мүмкін деген ой болды менде. Мысалы, алдыңғы альтсезонда бізде ең қатты өсім көрсеткен ол жаңа монеталар болды. Және де листингтен шығады, тағы бір ай, 2 айдан кейін уже атап көргендеріңіздей. Solana дәл солай болды. Solana $1,5 көргенмен, $2 бағасын көргенмен. Мысалы, Terra Luna деген монета болған, қазір уже скам. Terra Luna мысалы тоже $1, $2, $300 дейін барды. 250 ма? Короче, сондай бағаға дейін барды. Дәл сондай жағдай болуы мүмкін, себебі шынымен де барлығымызда уже Starknet өте жақсы фондтардан ақша жинады, Zeki өте жақсы фондтардан ақша жинады. Сол кезде барлығымыз ойладық, бұл монеталар типа шынымен де осы рынокта, яғни осы альтсезонда осы монеталар ең жақсы өсім көрсетуі мүмкін деген сияқты. Сол кезде мен өзім солай ойладым. Мен ғана емес, барлығы солай ойлады деп ойлаймын. Сол үшін біз бұл монеталарға қатты сендік. Дәл осы Polkadot секілді 15-20x сол өзінің бастапқы бағасынан жасай алады деп ойладық. Өкінішке орай көргендеріңізде олай болмады. Себебі мен $1,2, $1,5, $1,7 сатып алған кездер болды. Тіпті сол кезде кішкене өсті, әрине $2,7 дейін барды, $2,7 қайтадан түсті. Менде қазір қарасақ, мен әрине Starknetті барлығы ақшама сатып ала салған жоқпын, бар бөлек-бөлек кірдім. Менде мысалы Starknet'тің бағасы қазір 0,08 цент, өте төмен. Менде мысалы қазір Starknet'тің орта бағасы 0,4. Көргендеріңіздей почти $0,5 жақын. Яғни менде Starknet дәл осы жерден көргендеріңіздей 4 есе өсуі керек. Мен Starknet'ке өте ерте кіріп бастадым, сол себепті де менде орта баға негізі биік. Яғни мен Starknet шынымен де $3-4 дейін жететін болса, мен үстіне осы ақшамның үстіне мысалы 5x-қа дейін аламын. Мысалы, 4x деп алайық. Міне осы. Көргендеріңіздей, әрине мүмкін өседі, мүмкін Starknet қайтадан құлайды, ешкім білмейді. Zeki'де де дәл сол Starknet'ке ұқсас жағдай, басында хайпы өте жақсы болды. Сол кезде барлығымыз ұрындық. Ондай қате негізі жасамаған дұрыс. Ол үшін жасамау үшін не істеу керек? Ең бірінші монетаның капитализациясына қарауымыз керек. Мысалға Zeki ашамыз. Мысалы Zeki сен біз аштық. И бұл монетаның капитализациясын қараймыз. Капитализациясы қалай? Қазіргі маркет кап 289 миллион. Бұл өте төмен былайша айтқанда. Негізі жақсы кіруге болады деген сөз. Ал пикында капитализациясы қаншаға дейін барды көруге болады. Қай жерден көруге болады? Аттық маркет кап 1 миллиардқа дейін барған. Көргендеріңізде капитализация 1 миллиардқа дейін барған. Яғни қазірдің өзінде
1 миллиардқа баратын болса, бұл 5x қазіргі бағадан. Қазір ешқандай қиындықсыз жаңағыдай бөліп сатып ала беруге болады. Ал 1 миллиард кезде негізі ойлану керек болған. Біз ойланбадық, біз қателестік. Мен зикиді негізі қатты қателестім деп ойламаймын, себебі зики менде жақын негізі ортаңғы баға. Мысалға алатын болсақ, зики менде дәл қазір ортаңғы баға 0,06 цент. Так, енді зикиді ашамыз. Көргендеріңіздей 0,3 болып тұр қазір, яғни зики. 100%-ға өсетін болса, 100%-ға өсетін болса, менде уже 0-ге шығам. Үстіне 1x көрсететін болса, көргендеріңізде менде зикидің зона накоплениясын көріп тұрсыздар осы. Яғни менде зики шынымен де зона накопленияның дәл орталарында тұр. Зики менде, менің өзім ойымша, зики менде шынымен де өте жақсы. Әрине, қатты құлауы мүмкін. Монета керісінше распределение болуы мүмкін бұл. Яғни монета керісінше осы жаққа дейін құлауы мүмкін. Себебі көргендеріңіздей, бұл жаңа монета болғаннан кейін бұл монетада история жоқ. Ешқандай история жоқ. Біз негізі Polkadot, басқа да монеталар секілді біз пикін ең төменгі бағасын көре алмаймыз. Мысалы Polkadot'та біз көре аламыз. Мысалы ең жоғары баға Polkadot'ты көргендеріңіздей $55 дейін барды. 55 дейін барды. Ең төменгі баға $1.6 дейін барды. $2 қазір біз ешқандай қиындықсыз сатып ала берсек болады. Енді қалай сатып алу керек, қалай сату керек мен түсіндіре алған секілдімін. Одан бөлек биткоиннің доминациясына да қарауымыз керек. Яғни биткоин барлық рынокты доминирует етіп жатыр ма, немесе рынок басқа альтсезондар биткоинді доминирует етіп жатыр ма, оған да қарауымыз керек. Доминация жайлы менде видеолар өте көп болған, қарап шықсаңыздар болады. Ал енді біз қазір доминация жайлы айтудың қажеті жоқ деп ойлаймын, себебі шынымен де қазір өте ұзақ болып кетеді. Енді біз тағы да мына нәрсені түсінуіміз керек. Terra Luna деген монета болған, өте қатты өсті. Барлығы айналада тек қана Terra Luna жайлы әңгіме болды. Мен қанша адамдарды білемін, қазақтардан болсын, орыстардан болсын, тіпті американецтер болсын, бүкіл активтерін Terra Lunaға ауыстырған. Яғни медвежка болып жатқан күннің өзінде Terra Luna монетасының бағасы өте қатты өсіп жатты. Сол кезде барлық адамдар Terra Luna тек қана еще Terra Luna'да стейкинг болды. Қателеспесем, годовой 20%. Сол стейкингқа салды. Terra Luna'ның USD-ында, яғни Terra Luna'ның өзінің доллары болды. Қазір көрсетуге болатын сияқты негізі. USD болу керек, Terra Luna'ның, қателеспесем. Солай, мысалға, қазір Terra Luna'да өте үлкен, мысалға, бум болды, барлық жақта Terra Luna жайлы әңгіме болды. Terra Luna'ның жаңа айтқандай стейбл койны UST, қателеспесем UST, сол UST-ді бізде барлық биржаларда стейкинг болды, яғни годовой біз 20% ала алатын едік. Барлығы көп инвесторлар бүкіл ақшаларын рыноктан шығарып соған салды. Сөйтіп UST-да Terra Luna монетасы да скам бір күннің ішінде 100% бағасын жоғалтты, 99%. Екеуі де. Terra Luna'ның директоры атқандай еді. Сол бала, Хонвон ба, сондай бала. Ол бала қамалды. Сондай жағдай болды. Әрине, риск өте үлкен бұл рынокта риск. Яғни, кез келген уақытта сіздің сенген монетаңыз ешқандай қиындықсыз скам болып кете салуы мүмкін. Мысалы, менде де болды. Қазір көрсем. Осы жақында болған нәрсе, ZKG. ZKG деген монета болған. Мысалы, ашамыз қазір. ZKG деген монета дәл қазір көргендеріңізде мені. ZKG график что-то вообще дұрыс емес. Меткаға қоямыз. ZKG деген монета өте ұзақ уақыт бойы $2 тұрды. Барлық рынок как раз осы жерлерде өте қатты құлап жатқан. Сол кезде ZKG монетасы $2 өте жақсы сақталып тұрды. Мен ZKG-ді қателеспесем $0.60 ба сатып алғам. $0.5 $2 мен саттым ZKG-ді. Сатқан ақшамды ZK-ға ма құйдым, ребалансировка жасадым былай шыққан кезде. Ол ребалансировка бәрін кейін айтып түсіндіруге болады. Мысалы, мен де ZKG $0.5 сатып алдым. Мен ZKG-ім қатты өсті. Бұл жерде график толық емес, яғни Binance-қа листингке шыққан кезден бастап бұл жерде график.
Binance таңдаған соң Binanceқа шыққан кезден бастап ZKG Binanceқа шықпай тұрып та басқа биржаларда торт болған. Яғни мен қателеспесем Bybit'тен алдым. Bybit'тен 6 долларға сатып 0,6 долларға, яғни 0,5 долларға сатып алдым. ZKG менде 2 долларға дейін өсті. 2 долларда мен саттым. Және де барлығы рынок құлап жатқан кезде ZKG 2 долларда қимылдамай тұрды. Сол кезде шынымен де мен қорықтым, короче, неге екенін. Себебі барлық рынок қатты құлап жатыр. ZKG 2 доллардан түспейді, көтерілмейді, короче, тұр. Сөйтіп мен ZKG-ден полностью шықтым. Менде телеграмда посттар бар. ZKG-ді сатып алған, ZKG-ді сатқан. Одан кейін қайтадан мен ZKG-ға кірдім. Қай кезде кірдім мен? Қателеспесем 0, осы өзі бір тоқтаған жері болды, 0,30. Осы айналалардан кірдім. Ашып көрсете салам портфель. Міне ZKG монетасы тұр менде. Көргендеріңізде 0,38 доллардан мен кіргем, 50 долларға кіргем. Көргендеріңізде мен кіргеннен кейін тағы да 88%-ға құлады. Біз ашатын болсақ, ZKG дәл қазір 0,04, 2 доллардан қанша пайыз бағасын жоғалтты? 97%. Пикін алатын болсақ, 99%. Почти 99% деп айтуға болады. Көргендеріңіздей дәл осындай жағдай болуы мүмкін. Әрине, ZKG қайтадан 2 долларға ешқандай қиындықсыз баруы мүмкін. Оның барлығы, әрине, бұл монета өзінің разработчиктеріне керек болатын болса, үлкен ойыншыларға бұл монета әлі керек болатын болса, бұл монетаны өлтіргісі келмейтін болса, олар әрине жоғары қарай бұл монетаны ешқандай қиындықсыз апара алады. Бірақ әрине мен қатты сенбеймін. Менің ойымша бұл монета болды деп ойлаймын. Тек қана ары қарай тұноларын теңестіре береді деп ойлаймын. Бірақ мен әрине сатпаймын. Маған бұл монетаны сатқаннан толық жоқ, себебі көргендеріңізде 6 доллар тұр менде бұл монетада. Мен 50 долларға сатып алғам. Дәл осындай жағдайлар өте көп болады рынокта. Сол себепті де сіздер міндетті түрде дұрыс сатып алғаннан бөлек, дұрыс накопление мен распределениені білгеннен бөлек, сіз монетаны да дұрыс қарауыңыз керек. Шынымен де монета өте хайповый болатын болса, барлығы монетаны, мысалы, халық біз секілді халыққа таратып тастаған болса, ол монета қайтып өспеуі мүмкін. Тек қана құлауы мүмкін. Мысалы, Terra конкретно былайша айтқан кезде смело сатты деп ойлауға болады. ютубтан қарасаңыз да болады, Terra Luna жайлы информация негізі сіздерге шынымен де барлық адамға керек болады. Барлық адам сол Terra Luna жайлы видеолар қараса болады деп ойлаймын, себебі Terra Luna'ны шынымен де бәріне сатты. Кім болса да, короче, Terra Luna шынымен де болашақ, Terra Luna өте мықты монета деп барлығы санады, барлығы сатып алды. Көргендеріңізде бір күн ішінде Terra Luna'ны алды, жоқ болып жіберді. Бұл жерде рынок өте манипуляцияға тәуелді, яғни кез келген киттер кез келген монетаны бір күнде құлатып, бір күнде өсіріп жібере алады. Сол себепті де бұл жерде диверсификация болу керек, міндетті түрде. Диверсификация дегенде, мысалы, сіз бір-біріне ұқсамайтын 10 монета таңдауыңыз керек. Мысалға, бірінші блокчейндерден Sui, эфир, Solana болатын болса, соның ішінен екеуін сатып аласыз, одан кейін AI бағытында 2 монета сатып аласыз, Layer 2-лерден 2 монета сатып аласыз деген сияқты нәрселер. Өте көп нәрсе негізінде білу керек. Рынокқа дұрыс кіру үшін және де одан кейін ең қатты керек нәрсе терпение. Жаңа айтқандай, мысалға, көргендеріңіздей бұл жерде бір жыл бойы, бір жыл емес тіпті, бір жыл деген аз негізі. Мысалы, қазір мен ескі монеталар бар ма? Дотты ашып көрсетіп болады. Дотты міндетті түрде бұл жерде ашып көрсету керек деп санаймын сіздерге. Себебі қараңыздар. Дот, мысалға, не деп алады? Осы айналада жүргеніне қанша жыл болды бізде? Мөлшері түсті. 22-ші жылдан бастап, қазір 25-26 жыл уже. Почти 3 жылдан астам уақыт дот бір бағаның айналасында жүр. Бұл монета ары қарай өсе ме? Әрине өсуі мүмкін. Вероятность өте көп, себебі дот шынымен де керек деп ойлаймын. Сол үшін дот ешқандай қиындықсыз осы бағыттарға баруы мүмкін. Бірақ ол вероятность просто. Мүмкін керісінше дот ары қарай ешқашан өспейді. Көргендеріңізде, сіз бір монетаны 3 жыл, 4 жыл бойы холд етуге дайын болуыңыз керек. Яғни сіздің монетаңыз 3-4 жыл бойы вообще өспеуі мүмкін. Мысалы, Cardano ADA деген монетаны көрсетсек болады негізі. Атомды көрсетсек болады дейді. Атомға да өте ұзақ уақыт болған. Мен неделге
алдық көргендеріңіздей жоқ, атымда дұрыс емес график. Жарайды, осы жерден алдық көргендеріңіздей, мысалы атым 19-шы жыл, сосын 20-шы жыл. Бір жыл бойы тұрған, бір жыл емес, даже 21-шы жыл мақұл. 2 жыл бойы тұрған, 2 жылдан кейін көргендеріңіздей өсім көрсеткен. Кардонада деген монетада, XRP деген монетада да 2 жыл, 2,5 жыл накопленияда жүрген кездері болған. Яғни содан кейін ғана өсім көрсеткен кездері болған. Яғни кез келген монета 3 жыл, 4 жыл бойы бір зонада жүруі мүмкін. Сіз оған дайын болуыңыз керек. Сізге ең қатты керек нәрсе ол терпение. Яғни сіз накопленияны білдіңіз, накопленияда кіре алдыңыз, монетаңыз өсуі мүмкін, сіз ол монетаны 4 жыл, 5 жыл ұстауға дайын болуыңыз керек. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Ұзақ болып кеткен сияқты, бірақ пайдасы тиеді деген ойдамын.